жаңа қыздар бізге жазып жатады, намазға, орамалға келген кезде әсіресе үйде қамап қойды, шығармай жатыр, орамалдарымызды жаңа өртеп жіберді, не істеймін деген сияқты сұрақтар өте көп келіп жатады. Біздің кезімізде көп айтылатын, тіпті сіз неге намаз оқысаңызшы десе, ай мен соны тастап қоямын, сол үшін өз-өзіме сенімді емеспін, сондықтан бастамаймын дейді. Бұндай жағдайлардың бәрі негізі намаздың біздің өміріміздегі ең маңызды құлшылық екенін білмеудің себебінен. Кейбір қыздарымыз айтады ғой, мен намаз бастаймын, бірақ тастап қоя беремін. Сондықтан да жаңағы намазды дұрыс атқара алмай қалам деп намазды тастап кеттім дегендер бар. Сондай жағдайларда егер намазды оқи алмай қалса, бұл Алла Тағала сол уақытта мені көргізген еді деп қабылдасақ біз, онда намазды қазаға қалдыруға да қалдырудың өзі бізге бір үлкен ескерту. Мен қазір намаз оқи алмаймын, намаз деген не, намаз қажет па, кейін 60 жасқа келгенде оқырмыз, пенсияға шыққанда оқимыз деген адамдар негізі өмірден көп нәрсені жоғалтып жатыр деп айтуға болады. Сөйтіп жүрген кезде 7 жыл өтті, балалы болмадым. Бірақ Алла Тағала айтам, енді бүйтіп артымызға бұрылып ойланған кезде көбінесе соны намаз құтқарды негізі шынында. Енді бүгінгі күні жалпы біз намазға бекем болу үшін әйел ретінде әсіресе біз жаңа айтамыз, балаларымыз садикке апаруымыз керек, жаңа алып келуіміз керек деген сияқты көбіне не істеп кетеміз, намазға немқұрайлы қарап кетеміз да осы жерде. Қалай жалпы біз намазымызды уақытымызды намазға қарай жүйелесек болады? Қалай біз жаңадай босанып жатып та, енді біреулер келін, біреулер жұмыста, қалай осы уақытымызды жүйелесек болады?